Сәлем достар, сіздермен бірге ерге. Бүгін мен сіздерге Дәуіт туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Сым жасыл жәндікті көргенің бар ма? Егер де көрсең, ол Дәуіт деп аталады. Қызығы, бұл жәндікті өлтіруге болмайды. Қазақ халқы жақсылық әкеледі деп сенген. Дәуіт ерте кезде бесіктегі сәбиді оларынан құтқарып қалған деседі. Дәуіт расында да дүниеде ерекше жаратылған жәндіктердің бірі. Ол басын 360 градусқа бұра алады. Дәуіттің тағы бір ерекшелігі оның түсі. Өсімдіктің түсіне қарай түсін өзгертіп отырады. Жас кезінде жасыл болса, күзге қарай қоңыр болады екен. Тер зиянкестерінен қоректенеді. Олар тамақты талғамай жейді. Өте қомағай жәндікке жатады. Дәуіттер бір-бірін жеп қоя береді екен. Дәуітке байланысты аңыз әңгімелер де көп. Тіпті Дәуіт пайғамбармен де байланысты деп айтады. Осыған орай Дәуіттің жүргенін халқымыз жақсылыққа жорыған. Дәуіт келсе, дәулет келеді деп сенген. Мінекей достар, Дәуітті өлтіруге болмайтынын біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.